Сәлем достар, Австралия еуропалықтар үшін нағыз жұмбақ жер. Ол жер шарының арғы жағында орналасқандықтан, австралиялықтардың әдет-ғұрыптары мен дәстүрлеріне объективті баға беру бізге қиын. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл бейнемізде біз сіздерге Австралия құрлығындағы өмір туралы 10 қызықты фактіні сіздерге ұсынамыз. Ал сіз осы уақытқа дейін бізге тіркелмесеңіз, қарап қойыңызшы. Егер тіркелсеңіз осылай болып тұрады. Сонда жаңа шығатын бейнемізді ешбір жіберіп алмайтын боласыздар. Бізде көп уақыттан бері, 4-5 айдан бері бейне шықпады. Енді сіздердің сообществода берген дауыстарыңызға байланысты видеоларды шығаруға кірістік. Және сіздерден қолдау күтеміз. Ендеше кеттік. Кез келген талғамға арналған жағажайлар. Бұған сену қиын. Бірақ Австралияда 10.685 жағажай бар. Ал тағы 800-ге жуық жағажай материктің айналасындағы адам тұрмайтын 30 аралда орналасқан. Бұл 30 жыл бойы бір адам күн сайын жаңа жағажайға бара алады дегенді білдіреді. Оның үстінде бұл тамаша елдің тұрғындарының 90% мұхиттан 50 метр қашықтықта тұрады. Қысқасы, құмды, суды және күнді жақсы көретіндер үшін Австралия нағыз жұмақ. Көптеген қалаларда тақырыптық жағажайлар деп аталатындар бар. Еуропалықтарға, серферлерге, жабайы нудистерге, отбасыларға, толқынсыз тыныш шығанақтар мен видеосерфингке арналған орындар бар. Сымсыз ғаламтордың отаны. Сымсыз интернет және Wi-Fi біздің өмірімізге мықтап енген ұғымдар. Біз сымсыз интернетті күн сайын пайдаланамыз, және бұл әрқашан осылай бола бермегенін ұмытып кеттік. Оқиға 1940 жылы интернет туралы адамзат тіпті естімеген кезде басталды. Ол кезде атышулы актриса Хейди Ламар, музыкант Джордж Энтейл және басқа да шығармашылық тұлғалардың құралған бір ұжым бір мезетте 16 музыкалық аспапты ойнатуға тырысқан. Сонымен кездейсоқ сәтте ғалымдар, әскерилер және инженерлер болмаған компания жиіліктердің секіру әдісін тауып, оны патенттеу туралы шешім қабылдады. Дегенмен алынған патент интернетте емес, зымырандарды қашықтықтан басқару әдісін сипаттады. Кейін австралиялық өнертабыс университеттердің бірінде жергілікті желіні құру үшін пайдаланылды. Қауіпті жыландар. Австралия әлемдегі ең қауіпті 10 жыланның отаны. Жалпы республика аумағында бауырмен жорғалаушылардың 2400-ге жуық түрі кездеседі. Оның үстіне кездесу кез келген жерде, оңаша жағажайда да, қала орталығында да, дүкенде де өтуі мүмкін. Сондай-ақ Австралияда улы жыландар улы емес жыландарға қарағанда әлде қайда көп екенін атап өткен жөн. Жыл сайын 3000-ға жуық тұрғын жылан шағудан зардап шегеді. Үлкен ауқымды өрмекшілер. Тек ең алдымен осы жәутеңдеген көздерге бір қараңызшы. Қарағыңыз келмей ме? Онда сізге Австралияда тұрмаған абзалырақ. Өйткені өрмекшілер елдегі тіршілік иелерінің арасында алдыңғы қатардағы орындарды иемденеді. Австралиялықтар оянып, көздерін ашып, төбеде үлкен жүнді құбыжықты көріп қалуы олар үшін ғажап, не сұмдық емес. Үйлер мен жертөлелердегі өрмекшілер Австралияда сирек кездеспейді, ал қонақтарға қауіптілік дәрежесі олардың мөлшеріне байланысты бола бермейді. Дегенмен, осы қорқынышты оқиғаларға және материкті мекендейтін жәндіктердің көптігіне қарамастан, елдің ауруханалары зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетуге әрқашан дайын, және бұндайдан соңғы өлім 1981 жылы болған. Жер асты қаласы. Кубер Педи жер астында тұратын адамдардың шөлдегі шағын кеншілер қаласы. Қала 1915 жылы ыстық шөлдің асты кен орны екені анықталған кезде құрылған.
іздеу жұмыстарын жүргізген кеншілер таңертеңнен кешке дейін аяусыз австралиялық күннің әсеріне ұшырайтын құрылымды салқындатудан гөрі жер астында үй салу оңайырақ екенін тез түсінді. Айта кету керек, қазіргі заманғы шахтер үйлері өте жайлы және жақсы өмір сүруге өте қолайлы. Әдеттегі жер асты мекен 2,5-6 метр тереңдікте орналасқан 3 жатын бөлмеден тұрады. Әр бөлмеде төбелерді тірейтін үлкен бағаналар бар. Жуынатын бөлме мен ас үй жоғарғы жағында орналасқан, ал төменгі қабаттарға ауа сыртқа шығып тұру үшін желдету құбырлары кіреді. Сидней шығанағының жұлдызы. 27 жыл қатарынан Сидней тұрғындары мен туристер ғылымға белгілі жалғыз альбинос өркешті китті тамашалап келеді. Мұндай бірегей тіршілік иесінің дәл осындай бірегей континенттің жағалауында пайда болуы таңқаларлық емес. Ол алғаш рет 1991 жылы көрінді және бірден аборигендер тілінде ақ адам дегенді білдіретін Мигалу есімді иеленді. Осы уақыт ішінде аппақ кит камералардың объективіне бірнеше рет түсіп, көпшіліктің сүйіктісіне айналған болатын. Алайда 2018 жылы Мигалу өз түріндегі бірегей болуды тоқтатты. Маусым айында Леннокс Хед жағалауында ақ түсті баласы бар кәдімгі түсті аналық өркешті кит байқалды. Ғалымдар бұл әйгілі жергілікті киттің ұрпағы деп есептейді. Кенгуру адамдарға қарсы. Бұл күлкілі, бірақ Австралиядағы кенгурулардың саны халықтан 2 есе көп. Санақ бойынша елде 24 миллион адам және 57 миллион кенгуру бар. Қыста түн барынша суық болған кезде қос аяқтылар азық-түліктің жетіспеушілігінен қатты зардап шегеді және қалаларға тамақ іздеуге шығады. Әлеуметтік желілерде тараған ойын алаңдарында, аулаларда және қала орталығында серуендеп жүрген кенгурулардың көптеген бейнелері бар. Құмар ойындар. Австралиялықтар өте құмар ойындарға бейім. Материктің аумағында дүние жүзіндегі барлық ойын автоматтарының 20% орналасқан. Бұл шамамен 30 мыңға жуық. Ірі казиноларға келетін болсақ, елде олардың 18-і бар және әрқайсысы басқаларымен бәсекеге түсе алады және олар Лас-Вегастағы ең мықты мекемелер болып табылады. Халыққа келетін болсақ, тұрғындардың 80% дәстүрлі және онлайн казинолардың тұрақты тұрғындары. Жұмбақ көл. Ақ құммен шеті қоршалған абсолютті қызғылт Хиллер көлі Австралияның оңтүстік батысында, орта аралда орналасқан. Табиғаттың бұл кереметінің ашушы 1802 жылы материктің осы бөлігін зерттеумен айналысқан капитан Мэтью Филлендерс болып табылады. Дегенмен, көлдің ашылғанына 300 жылдан астам уақыт өтсе де, ғалымдар судың сағызға ұқсайтын ерекше қаныққан түсі неден туындайтын әлі күнге дейін білмейді. Әлемде осыған ұқсас бірнеше көлдер бар. Олар балдырлардың ерекше түрмен боялған. Бұл көлді сол топқа жатқызуға болар еді, бірақ балдырлардың ерекше түрлері су қоймасының бұл тегіс шартасты түбінде ешбір өспейді. Телешоуға деген сүйіспеншілік. Көптеген австралиялықтар шоу бағдарламаларды әзірлеуге құмар. Ең танымалдарының бірі Master Chief. Австралиядағы шоудың рейтингі жоғары болған сонша, бір рет соңғы эпизод саяси кандидаттарды теледебатта қайта жоспарлауға мәжбүр етті. Осымен бұл бейнеміздің соңына келдік. Егер видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп таратуды ұмытпаңыздар. Және өз ойларыңызды міндетті түрде пікір алаңға жазып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздердің әрбір пікірлеріңізді оқып және лүпіл басып отырамыз. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.